Облыс орталығында кәсіби мемлекеттік аппарат құру тақырыбында семинар кеңесі өтті. Жиын барысында мемлекеттік қызмет істері мен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары, облыстық жергілікті атқарушы органдар мен аудан және қала аппарат басшыларының арасында жаңа жылдан енгізілгелі тұрған заң бойынша талқылау жұмыстарын жүргізді. Прежде всего, с января месяца Бұл біз үшін де, депутаттар үшін де өте маңызды. Облысымыздағы 524 мемлекеттік органда 5000-нан артық мемлекеттік қызметші жұмыс істейді екен. Ал мемлекеттік қызмет туралы жаңа жылдан қабылданғалы тұрған заңнамада біршама өзгерістер болмақ. Қазіргі күні парламент қабырғасында талқылау жүріп жатқан заң жобасы мақұлданса, мемлекеттік қызметкерлер мансаптық қызмет жолымен жұмыс істеп, жалақылары да соған сәйкес болады, дейді Елена Степаненко. Очень важно Мансаптық лауазымға сәйкес енді әр мемлекеттік қызметші төменнен жоғарыға дейінгі барлық баспалдақтарды өтуі керек болады. Ал емтиханға 3 кезеңнен өту қажет. Кәсіби мемлекеттік аппарат құру мемлекет басшысы бекіткен 100 нақты қадам ұлт жоспарының 5 институционалдық реформасының алғашқысында нақты айтылады. Осыған сәйкес биылғы жылы ұлт жоспарына сай облысымызда кәсіби мемлекеттік қызметкерлер жасақтау мемлекеттік қызмет істері департаментінің басым бағыттарының бірі болып отыр.